Келесі спикеріміз Мақпал Жұмабай ханым, медиа менеджер, ақын музыкант. Бүгінгі қазақ өнерінде өзіндік стилі бар ақын музыкант. Сіздер білетін шығарсыздар, Мақпал ханымды осы Түркістанда өзгеріс креатив хаб. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Кеше мен әріптестерімнің презентациясын көргеннен кейін ойландым, қандай тамаша замандастармен өмір сүріп жатырмыз. Презентациялардың өзі қандай деп. Соған кішкене ертерек тұрып жөндеп алдым Мирас презентациямды. Сіздің Мұраттың презентациясынан кейін қазақ қырындап жіберсек болады. Жалпы өзімді кішкене таныстырып кетейін. Мен көп салада экспертпін, бірақ ол менің тұжырымым бойынша бұл Қазақстанда дәл қазір бір саланың маманы болып жүру өте аз. Қазір сіздер осы презентациялардың соңында Мұрат Есжанның презентациясын көресіздер. Сол кезде кішкене толқып көздеріңізге жас келеді. 20 ғасырдың басында біздің алаш қайраткерлері әдебиетті жасай жүріп математиканы жасай жүріп педагогиканы жасаған. Олар ғұлама болғандықтан емес, және ғұлама болғандықтан, бірақ олардан уақыт талап етті. Бізде қазір сондай бір сын сәтте тұрмыз. Сондықтан да мен медиа саласында экспертпін, Балапан телеарнасын басқардым, Қазақстан телерадиокорпорациясының төрайымының орынбасары болдым. Сонымен қатар қазір бір оны басқарамын. Бірақ мен оны не үшін айтып отырмын? Өйткені сіздердің де қолдарыңыздан келеді. Сіздер де бірнеше сала бойынша маман бола аласыздар. Соның арасында мен мемлекеттік қызметте жұмыс істеп үлгердім, министрдің кеңесшісі болдым. Содан кейін министрдің кеңесшісі болып жүріп үлкен концертімді бердім. Маған әрқашан айтатын: сен не өлеңді жазып жүр, не шығармашылықпен айналыс деп. Біздің алдымызда ондай таңдау болмау керек. Біз қоғамды өзгерту үшін барлық саланың маманы болуымыз керек. Мен бүгін сіздердің алдарыңызға қоғамды өнер арқылы өзгертуге бола ма деген өзімнің тұжырымдамам арқылы шығып отырмын. Келесі слайд. Өзгертуге болады. Мен оны өзімнің жеке тәжірибем бойынша сіздерге бүгін дәлелдеп бергім келеді. Келесі слайд. Біреуіңіз білесіз, біреуіңіз білмейсіз. Жаңа айттым ғой, мен рок айтам, жай рок емес, этно-рок айтам. Түрлі бағыттарды маған айтып жатады. Мен бәрімен келісе берем. Сөзім, музыкам жетсе болды емес па? Мақпал шер деген жобам бар. Егер бүгін бұны білмесеңіздер, жазылып, іздеп, YouTube-ты қарап қойсаңыздар болады. Сөйтіп, Мақпал шерді жасап жүріп, біз бәрін үйрендік. Дыбыс жазуды үйрендік, сапалы клип түсіруді үйрендік. Қазақстанда бірінші болып лайв форматта каналды жазуды үйрендік, бәрін үйрендік. Сөйтіп, осы эксперименталды жобамен өте бақытты өмір сүріп жүрдім. Сөйтіп, келесі слайд. Европаға дейін жеттік қой біз. Қазақстан, біздің қазақ халқы өте қызық халық. Бұл жерде баға алу өте қиын. Сондықтан біздің замандастарымыз біз өзіміздің кім екенімізді, қайда бара жатқанымызды түсіну үшін міндетті түрде бір рет болмаса да, екі рет болмаса да, жарты рет шетелге барып келуге тырысамыз. Сондай сапарлардың бірінде мен Лондонда өзімнің жеке концертімді қойдым. Келесі слайд. Енді мен мына жерге өзімнің әпкемді қойдым, Тоғжанның баласы 4 айлық болған. Біз Лондонда концерт қойып жатырмыз. Көріп тұрсыздар, аудармасын былай бердік. Тілдік ешқандай тежеу болған жоқ. Қазақ тілі өзінің әдемілігімен, сән салтанатымен, ағылшынның интеллектуал ортасында өте сәтті концертімізді қойдық. Менің аға досым бар, Парасат майданын жүргізетін Дархан Әбдік деген. Білесіздер ма? Кім біледі? Залда ол кісіні білетіндер бар екен. Шынымен зиялы жастар жиналған. Сол кісі айтты: мені өзіңмен бірге сапарға ала кет. Сенің осы қазақ өнеріндегі алғашқы партизандық жорығың туралы бұл қазақ ешқашан айтпайды. Сонда мен айту үшін док-фильм түсіріп сенімен бірге барам деді. Айтқандай ол кісі бізбен бірге барды. Директ фильм түсіріп келді. Мені 3-4 жыл өтіп жатыр. Біз ол кісі асықпай жасап, жақында халыққа ұсынады. Мен ол фильмге қатысым жоқ. Мен ол кісі өзі ешкім тілін алатын адам емес. Сол кісі айтты: қазақ өнерінің алғашқы партизандық жорығы. Шын мәнінде мемлекеттің қаражатынсыз
осындай бір өнерлі адамдардың батысқа баруы, сол жақта қол соқтыруы ол шын мәнінде қуануға тұратын нәрсе деп ойлаймын. Өстіп мәз болып, біресе Германияда, біресе Лондонда, жақында мен ақш-қа концерт қоюға барайын деп жатырмын, Нью-Йоркқа. Сөйтіп жүрген кезде, бірақ бақытты бола алмадық қой. Жүрегіміз тынысым тарылып, мен бақыт сезіне алмадым. Шығармашылық адам ретінде. Неге осы жақсы нәтижені мен ғана көре беруім керек? Неге осы дүниені басқа да жастарға ұйымдастырмасқа? Біздің тәжірибеміз, біздің күшіміз оларға жағдай жасауға жетеді ғой деп ойладым мен. Сондай тұжырымдармен әпкем екеуміз, Тоғжан бүгін менің қасымда, Тоғжан әпкем өзге пектеген өнер кеңістігін құрамыз деп шештік. Яғни жастарға қолдау көрсететін, өнердің барлық саласын қамтитын кеңістік құрамыз деп шештік. Оның атын өзгеріс деп қойдық біз негізінде. Бірақ ол 2018-19 жыл болған, жүйе басқа Қазақстанда өзгеріс деген сөзді айтуға шын мәнінде батылымыз жетпей, жаңағы әріптесім, досым Перизат айтқандай сөздерді ойнатып, біз өзге эпик деп атадық. Бірақ мен оны уақыт өте келе өстіп дауыстап айтуға жететін күнге жеткеніміз үшін өте қуаныштымын. Сөйтіп өзге эпик өзінің жұмысын бастады. Келесі слайд. Өзге эпик заманауи бәсекеге қабілетті қазақстандық өнерді жасайды, жастарға қолдау көрсетеді, менторлық атқарады. Яғни зияткер жастардың бір пана табатын жері ғой. Пана табатын жері. Келесі слайд. Біз былай жасадық өзге эпикті. Өзіміз бұздық, өзіміз салдық, өзіміз еденін жудық. Әлі күнге дейін солай істеп отырмыз. Келесі слайд. Өзге эпиктің жарқын сәттері, әдейі атмосфераны сезінсін деп, қазақтың ұлы тұлғалары Асанәліден бастап ең жас аудиторияға дейін біз қамтимыз. Келесі слайд. Осы дүниелердің жасаған кезде менде 4 ұстаным болды. 4 принцип. Мен сол 4 принципті сіздерге айтқым келеді. Біріншісі орта қалыптастыру. Егер сіз қоғамға көңіліңіз толмаса, бір нәрсеге ашуыңыз келсе, мына қоғам сіздің қанатыңызды кең жайып шығуыңызға жағдай жасамаса, сізде жол бар. Ол орта қалыптастыру. Өзіңіз бақытты сезінетін ортаны жасауға жауапкершілікті өзіңіз алмасаңыз, сізге ешкім ол ортаны жасап бермейді. Сөйтіп біз әпкеміз екеуміз әдебиет, кино, анимация, білім, театр, медиа, көрме, көркемөнер, фото, ғылым саласындағы қауымдастықтарды құратын және контент өндірумен айналысатын креатор мамандар дайындайтын кеңістікті 2018-19 жылы құрдық Алматыда бірінші болып. Сөйтіп өзіміз бақытты сезінетін ортаны өзіміз жасадық. Қазір мен ғана емес, сол ортаға келген әр жас өзін бақыт сезінеді. Мен оны сіздерге бір пафосты түрде айтқым келмейді. Біздің қоғам өте жалғыздықты сезіндіретін жалғыздардың қоғамы. Өйткені біз қалыптасу үстіндеміз. Ол қалыпты құбылыс. Сондай кезде осындай қауымдастықтар құрылу керек. Қазір кеше ғана біздің осы шарамыз Түркістандағы креатив хабта өтті. Тағы да бір кішкентай қуанышты жаңалығым бар. Біз Шымкентте де ашыламыз. Қазір ірі девелоперлармен уже келісімге келдік. Қазір біздің ғимаратымыз салынып жатыр. Келесі слайд. Мынау енді біздің афишалар, жаңағы Мирастан ұялғаннан архивті ашып, бүткіл афишаларымыз шығардық. Біз Қазақстандағы театр қозғалысын дамыттық, музыканың дамуына ықпал еттік. Мынау сол арасындағы афишалар ғой. Бұны айтып отырғаным, әріптестер, қарапайым ғана ой, қарапайым ғана ортаны құру туралы идея үлкен өнер қауымдастықтарының құрылуына әкелді. Және бір ғана мысал, қазір өзге эпикта 15-ке тарта театр резидент болып жұмыс істеп жатыр. Оның ішінде иммерсивті театры бар, жуырда бізде инклюзивті театр ашылады, психоделикалық театрлар бар. Қазақта жоқ театрдардың бәрі сол жерде. Және оның бәрін жасап жатқан өзіңіз секілді жастар. Және қуанышпен айтамын, Қазақстандағы 70-80-ге жуық облыстық республикалық театрлардың директорлары бізге келіп,
біздің жертөлемізге түсіп спектакльдерімізді көріп бізден тәжірибе алады, тәжірибе алмасады. Бұл да менің ойымша айтуға тұратын нәрсе. Оны жастар жасап отыр, мен емес, біз емес. Келесі слайд. Біз бір ғана тағы да мысал, біз осы Орта Азиядағы ең үлкен анимациялық фестиваль, Әмен фильм фестивалі өткіземіз, биыл 5-ші рет жасаймыз. Бұл, білесіздер, қазақтың тұңғыш мультипликаторы Қарлығаштың құйрығы неге айыр мультфильмі түсірген. Әмен Қайдаровтың аты ұмытылмасын деп, сол жасаған өнер қазаққа жерсінсін деп, біз Әмен Қайдаровтың әйелінің рұқсатын алып, Әмен деп атадық. Қазір мына 5-ші жыл мемлекеттің қолдауынсыз осы фестиваль өтеді. Яғни біздің кеңістік анимацияның дамуына да ықпал етеді. Өйткені мен бір кезде жалғыз анимация өндіретін телеарна балапанды басқардым 5 жыл бойы. Сол кездегі тәжірибемнің бәрін үлкен фестивальға айналдырдым. Бұндай жобалар өте көп. Мен сіздерге жаңағы кішкентай ғана ортаны табу идеясының қаншалықты өскені туралы айтқым келіп тұр. Тек қана Әмен фестивалі жылына 200-300 маманның басын қосады Қазақстанда. Ал біздің театрларда жүздеген адамдар істейді, мыңдаған көрермен бар. Бір дән өсіп бәйтерек болады, соны түсінсеңіздер екен. Келесі слайд. Екінші ұстаным қазақ тілін заманауи өнердің өзегі ету. Қазір күн сайын еститін бір сөздеріңіз бар шығар. Креатив индустрия деп. Осыдан 5 жыл бұрын біз креатив десек түсінбеуші еді, бізді әпкеміз екемізді, бірақ қазір ол мемлекеттік деңгейдегі үлкен идеологияға айналып келе жатыр. Мен Алматыда туып өскем. Алматыда туып өсіп, қазақша сөйлейтін адам болу ол қылмыс деп айтса болады. Алматыда туып, қазақша ойлау ол тұнып тұрған жалғыздық. Бізді ата-анамыз жауапкершілік сезіну деп жаңа алдыңғы баяндамада айтты ғой. Ата-анам айтты, қазақша сөйлеу керек, қазақша өсу керек. Ертең қазақ тілі жойылып кетсе, біз не үшін өмір сүреміз деген бір лекциялар жасайды үйде. Соның әсерінен біз қазақ тіліне деген жауапкершілікті сезініп өстік. Қазақ тілді маман болғандықтан бізге көбірек жұмыс істеуге тура келді. Қазір қоғам өзгерді ма, осыны сіздермен барлап көрейікші. Біз қаншама сапалы өнім жасасақ та, орысша сөйлейтіндерден, орысша ойлайтындардың алдында біздің өніміміз көп сыналатын. Сол үшін бізге 1000 есе креативті болуға, 100 есе тапқыр болуға тура келді. Үлкен қалада орысша ғана ойлайтын, орысша ғана креатив дамыған уақытты бастан кешсеңіз, ол заманды біз көрдік. Мына жерде отқан Мұрат, Перизат, солардың басын біз көріп қалдық деп ойлаймын. Сондықтан қазақ тілді мамандар үшін өзін дәлелдеу өте қиын болды. Тіпті мен сіздерге айтайын, мен өзімнің альбомымды музыкалық Меломан компаниясында шығардым. 2017 жылы Мәскеуде басылып келді. Бірақ Меломан компаниясы менің өнімімді өздерінің сөрелеріне қоюға 6 айын жұмсады. Айтты, қоя алмаймыз деді, не үшін екенін түсіндіре алмады. Мен айттым, мен альбомымды сіз бастыңыз. Ол өте сапалы. Қазақстандағы жалғыз альбом басатын компаниясыдар. Сондықтан менің өнімім Меломанда тұру керек. Өте сапалы болып шықты кітап пен альбом. Осындай бір текетірестен кейін ғана 6 айдан кейін Меломан менің кітаптарымды, альбомдарымды өзінің сауда нүктелеріне қойды. Ол сол кезде бірде-бір қазақ кітабы Меломанда сатылмайтын. Мен жалғыз өзім қазақша договорларды жасап, сол дүниені дәлелдеп, басшыларына кіріп, мен 1 жылым кетті сол үшін. Сонда сіз Меломан өзі бастырып шыққан өнімінің өзін қоюға қазақ тілінде болғандықтан сол сәттерде бас тартты. Ол туралы қазір айтуға болады. Ол туралы қазір талқылауға болады. Мен сіздерге қазақ тілді контент жасаушылар үшін қаншалықты қиын уақыт болғандығын айтқым келіп тұр. Ал қазір жағдай өзгерді. Қазір креатив индустрияның өзегі, жалпы Қазақстандағы барлық креативтің өзегі қазақ тілі. Қазақ тілі болса нан тауып жеуге болады. Қазақ тілі болса баюға болады. Қазақ тілі болса қазір мұхит асып Димаш сияқты концерт қоюға болады. Қазақ тілі арқылы кеше Арнольд Шварценеггер сөйлеп жатыр ғой қазақ тілінде. Көрдіңіздер ма? Netflixтегі жаңа сериал, сол жердегі кейіпкерлер қазақ тілінде сөйлеп жатыр. Біздің кейбір замандастар солай да сөйлей алмайды ғой.
қазір біз қазақ тілі алдағы уақытта үлкен халықаралық бәсекелестікке түсе алатын деңгейге жетеді деп ойлаймын. Сондықтан екінші ұстаным қазақ тілін заманауи өнердің өзегі ету. Сонда біз бүгінгіден де еркін, бүгінгіден де батыл, бүгінгіден де мықтырақ өмір сүретін боламыз. Үшінші ары қарай осы бағытта біз екі жобаны ғана атап өтейін. Жаңғырық жобасы бұл 2018 жылы жарық көрді. Қазақстанда қазақша музыка болмайтын, ешкім қазақша тыңдамайтын. Бәрімізге ортақ тек қана Молданазар болатын, сосын арасында Мархаба ән айтатын, арасында Мақпал шер шығатын. Сосын мен барлығына барып айттым, бәріміз бір жерде шығайық, жастарды басын қосайық, жаңғырық деген площадка жасайық. Сосын ауыл-ауылдан, қала-қаладан, жертөле-жертөледен қазақ музыкасында дамытып жүрген жастарды жинайық деп. Сіздер сенбессіздер, мен Молданазарды көндіру үшін өте көп уақытым келді. Мен оған гонорар төледім сол кезде үлкен. Мархабаны көндіру үшін мен бірнеше тәулігім кетті, ұшып келіп Алматыға. Сонда көнбей отқандары бір площадкада шығып өнер көрсету, басқа жастарды сендіру солай болатын. Сөйтіп біз 12 орындаушыны таптық. Ол қазір сіздер жақсы көретін Желтоқсан, қазір сіздер жақсы көретін Аршат, қазір сіздер қатты жақсы көретін, бірақ айырылып қалған Дархан 100, қазір сіздер сүйіп тыңдайтын Қоңыратпа FM, бәріміз жақсы көретін барлық жастар біз бір площадкада шығып, орталық коммуникациялар қызметінде үлкен презентация беріп, оған жауапты адамдарды, тұлғаларды шақырып, бұл жобамызды Қазақстан ұлттық арнасына өткізіп, біз сол кезде бүткіл музыкалық қауымдастықты қазақ тілімен өнім жасауға болатынына сендірдік. Мен осы сахнада тұрып батыл айта аламын. Біз кішкентай ғана мамандар қазақ музыкасының дамуына күн демей түн демей жұмыс істеп нәтижеге жеттік. Оның нәтижесі бүгін сіздер барлықтарыңыздың плейлисттеріңізді қазақ әндері. Оның нәтижесі тек қана заманауи қазақ музыкасын насихаттайтын Беу сияқты радиолардың пайда болуы, Қазақстандағы open air-лар, фесттар қазақ тілінде өтетін. Сондықтан да кішкентай ғана кабинетте туған ойлар осындай үлкен нәтижеге алып келеді. Енді қазір біз Жауһар деген жоба жасаймыз, дәстүрлі қазақ музыкасына бағытталған. Бірақ осы жерде айтқым келіп тұр, аудитория шағын болса да, ешбір жас осы жерде заманауи қазақ музыкасын жасап жүрген, өзінің түбін қазақпен байланыстырмайды, өкінішке орай. Олар кімді айтсам болады, Битлсті тыңдап солай болып қалған, немесе тағы бір Европа жұлдызын тыңдап солай болып қалған. Мен айтам, мүмкін сен жырларды тыңдап солай болған шығарсың деп айтам ғой енді. Олар айтады, жоқ, мен блюзді тыңдап, жұлдыз бір әлемге танымал жұлдызды тыңдап, жазды тыңдап, осындай өнер жасап жүрмін деп айтады. Сондықтан да біз әпкеміз екеуміз келісіп, жаңғырықты уақытша тоқтатып, біз Жауһар жасай бастадық. Біз өзіміздің жеткен биігімізді ешқашан біреуге бермеуіміз керек. Біздің бастауымыз ол қазақтың бастауы. Менің достарым барлығы өзінің қазақ мәдениетімен, қазіргі қазақ мәдениетімен байланыстырады, бірақ өзінің түбін қазақ мәдениетімен байланыстырмайды. Сол үшін де мен кездескен сайын бәріне айтамын, сенен басталған жоқ тарих, бізден басталған жоқ. Ол Абай, ол Ақтамберді, ол Махамбет, ол Шалкиіз, оның тарихын қысқартпаңдар, айтыңдар, жырларды тыңдағандықтан осындай болды деп. Әзірге тілімді алмай жатыр, бірақ оған да біз уақыт өте келе жетеміз деп ойлаймын. Яғни, үшінші ары қарай жүрсеңіз болады, арасында айта кетейін, сөйтіп жаңа контент туралы айтты ғой, балапанда жүрмін, мемлекеттің балалар туралы ойлайтын уақыты да жоқ, қаражаты да жоқ. Сосын біз өзінше деген онлайн кинотеатр аштық. Қазір iOS пен Android'та бар. Балаларыңыз болатын болса, іні-сіңлілеріңіз болатын болса, тегін. Біздің серіктестеріміз TG, Nickelodeon, әлемге танымал компаниялар. Бұны біз балалар контентін жасаушылар өз қаражатымызға жасап, мемлекетке сыйға тартып, қазір дамытып жатырмыз. Жақында бұл платформада анимелер, Disney өнімдері бәрі шыға бастайды. Яғни мемлекет ананы істемейді, балалар контенті жоқ, анау жоқ, мынау жоқ демей жазыңыздар. Бүгіннен бастап
сіздер сонымен айналысуыңыз керек. Жаңа Перизат айтты ғой, үйге барасыздар, блокноттарыңызды ашасыздар, ютубқа балаларға арналған ең болмаса 5 сөйлем, 5 әңгімені аудио кітап жасап жариялайсыздар. Сонда ғана айтуға болады, мен мынаны істедім, ал сен не істедің деп. Сондықтан да менің позициям, жігіттер, қыздар, жасау, ешкімнен ештеңе сұрамау. Қазір істеп тұр өзіншені. Мен жаңа қазақ контентінің дүниенің өзегі болып жатқаны туралы айтқым келіп тұр. Ары қарай, үшінші ұстаным, ол кешегі сурет, интеллектуал ойлардың бұқараға тарауы, интеллектуалдардың бұқараға танылуы. Интеллектуалдар туралы сондай бізді қызық миф бар. Олар өмір бойы сол кедей болу керек, бірінші. Екіншісі, оларды ешкім түсінбеу керек. Сосын олар халыққа танылмаған күйі өліп қалса жақсы болады да. Ал егер тірі қалса, ол ең соңында ішіп кету керек. Негізгі Қазақстанда сценарий сондай. Сіздер аға буыннан оларды өте көп көрушісіз. Ол кім десе, ол ақын дейді, ол түсінікті бітті, ол ақын. Оған бәрі рұқсат етіледі. Оған жаман қылықта рұқсат етіледі, көшеде құлап жатуда рұқсат етеді. Жоқ, интеллектуалдар деген ол қазір соңғы слайд болады, ол солар, алаш қайраткерлері. Сіздер осы жексенбі күні ұйқыларыңызды бөліп келіп отқан сіздер интеллектуалдар. Біз жұмысымыз болғанына қарамастан осы жердегі 100 адамға өзіміздің дәрісімізді беріп отқан біз интеллектуалмыз. Сондықтан да интеллектуалдардың сондай жолы болмаған сондай образдарын жоққа шығарып, керісінше олардың түсінікті бола бастаған үшін қуануымыз керек. Интеллектуалдық ойлар түсінікті бола бастаған кезде, демек қоғам дамып келе жатыр деген сөз. Демек қоғам мен интеллектуалдардың аражігі жақындап, біз бірдей ойлай бастадық деген сөз. Сондықтан да мен өзім жеке өте қуаныштымын сіздердің алдарыңызда тұрғаныма. Сондықтан да интеллектуал ойлардың бұқараға танылуынан қорықпау керек. Интеллектуалдардың, зияткерлердің танымал болғанынан қорықпауымыз керек. Сіз қашан көрдіңіз анау ғалым суперзвезда деген, қашан көрдіңіз анау жазушы, ол өте танымал тұлға, немесе қашан көрдіңіз анау әлеумет танушы ғалым жұлдыз болды деген. Шетелде солай, неге бізде олай емес? Сондықтан да давайте жағдайды өзгертейік, достар. Сондықтан менің үшінші ұстанымым осындай. Ал енді соңғы айтатын дүнием, ары қарай бір слайд қана қалып, мынау интеллектуалдар ғой, сіздердің алдарыңызға шығарған. Ары қарай, төртінші ұстаным, өнердің қоғамдық сананы жаңа деңгейге көтеретініне күмәнсіз сену. Қазір өнерге деген қызық көзқарас бар. Өнер көңіл көтеру керек деп санайды. Солай санайтындар бар ма осында? Өнер менің көңілімді көтеру керек. Өнер мұңайтпау керек. Менің көңіл күйім болмағанда өнерге жүгінем дейтін. Негізі біздің халықтың арасында осы стереотип қатты дамыған. Өнерді тек қана жылаған кезде іздейді, немесе қатты қуанған кезде іздейді. Басқа кезде өнер оларға керек емес. Бірақ бұл өте үлкен қателік. Өйткені сіз өнерсіз бір адым жасай алмайсыз. Қазір сіз машинада отырсаңыз, музыкасыз жүріп көріңізші. Немесе 10 сағаттық ұшақ перелетін кітапсыз өткеріп көріңіз. Немесе ғашығыңызға айтатын сөзді айту үшін бірнеше кітап оқуға тура келеді. Сіз бір теңеуді айту үшін де өнерге жүгінуге тура келеді. Немесе киносыз бір 10 күн өмір сүріп көріңіздерші, қалай болар екен. Немесе Инстаграм қарамай қойыңыздар, ол да өнер табыс. Ол да өнердің арқасында дүниеге келген туынды болып саналады. Сондықтан да өнер біздің қасымызда. Өнер деген су, өнер деген ауа, өнер деген тамақ. Ал оның қадірін түсініп, маған қызмет ету керек, ол сервис деп қарау, және алдыңызда тұрған адамға мынау көңілсіз болды, ешкімнің көңілін көтерген жоқ деп айтады. Мен күн сайын естимін соны. Кез келген өнер адамына қойылатын талап көңіл көтеру, көңілімді көтермеді дейді. Сол үшін де бізде тойда әншілер клоун болып, шут болып секіріп жүреді. Мен жалпы соған өте қарсымын, және мен ешқашан тамақ жеген жерде ән айтпаймын. Мен ешқашан тамақпен қосылып, өнердің ыстық тамақпен қосылып, қасықтармен бірге музыканың болып жатқаны мен жүрегімді қарс айырады. Бірақ біз қазір Құдай үшін ол кезеңнен өтіп бара жатырмыз.
өнердің құндылық ретіндегі бағасын барлық деңгейдегі адамдар түсіне бастады. Мемлекет те түсінді қаңтардан кейін өнерсіз өмір сүруге болмайтын, мәдениетсіз. Сондықтан біз қазір жаңа қоғамдық санаға көтерілудің алдында тұрмыз деп айтқым келеді. Оны өзгертетін тек қана өнер. Сондықтан өнерге деген сіздердің сенімдеріңіз әрқашан биік болсын, сіздерден сұрайтыным. Соңғы сөзім бар мына жерде. Соңғы неге жылжыдыңызшы? Алдағы. Өзгеріс жолы, ол өзге эпик жолы. Біздің таңдаған жолымыз ол өзгерістің жолы, қоғамның өзгерісі. Алдағы 1-2 айда Астанада ашыламыз. Жалпы түбі айналып келгенде бүткіл Қазақстанда жұмыс істейтін боламыз. Бірақ тағы да айтам, мемлекет бізге 1 теңге бөлмейді. Бізге ешкім ақша бермейді. Бұны өздерің секілді жастар, мен секілді жастар жүзеге асырып жатыр. Сондықтан өзіміздің қоғамды өзіміз өзгертіп алайық. Ешкімге базына айтпай қойайық. Сондықтан да мен сіздерді өзге эпиктарда күтемін. Рахмет. Сұрақтар бар ма, достар? Вот. Саламатсыз ба? Өте керемет болды. Мен шын айтсам таң қалып отырмын сіздің айтып жатқандарыңыз. Жылма-жыл әйтеуір бір проекттер, бір өзгерістер шынымен. Біз бір нәрсені ойласақ, ой андай, мындайды бір қиындатып, процесс қылып оны жүзеге асырам дегенше білмеймін енді. Менде мынандай сұрақ туындап отыр да. Жалпы осындай тапқырлығыңыз, идеяңыз қайдан келеді мына сізге? Былай айтқанда психологияда сізде травма болды ма? Что мына қоғам сондай жестокий, анау-мынау деген сияқты. Біз ғана емес, біздің қоғам үлкен травмада қазір. Сол травмадан арылу үшін бізге емделу керек. Бәрімізге рухани емделу керек, оны мойындауымыз керек. Біз 100 жылдан бері үлкен травмалардамыз. Біз алаш болған кезде 100-деген мың біздің мықтыларымызды қынадай қырды. Одан кейін соғыс келді, Қазақстанда қаншама миллион біздің ақыл ойымызды алып кетті. Біздің Ахмет Байтұрсынов жайдан жай Маса деген шығарма жазып кітап шығарған жоқ қой. Ол айтты, ең болмаса мен сені шағамда Маса болып сені бүйтіп оятам деді. Сіздер түсінесіздер ме? Біз қандай күрделі рухани дағдарыстарды басымыздан кешірдік. Кешегі бері келе жатқанда желтоқсан, одан кейін тәуелсіздік кезеңі, одан кейін өзіңнің мемлекетіңді құруға ұмтылу. Бұлай болуы заңдылық. Бүткіл әлемдегі тәуелсіздігіне ұмтылған мемлекеттер және мемлекеттілігін сақтағысы келіп жатқан мемлекеттердің бәрінің басында болатын жағдай. Сондықтан да ол бәріміздің ортақ травмамыз. Бізді травмадан арылтатын тек қана ізденіс, тек қана осындай жобалар. Жауапкершілік алып, бір нәрсе істеу. Наконец-то бір нәрсе істеу. Анау істемей жатыр, мынау істемей жатыр, акимат істемей жатыр, ресурстық орталық істемей жатыр, мынау істемей. Барыңызда істеңіз, қасыңызға 3 адамды алыңызда, 2 адамды алыңызда, ең болмаса тақпақ шығарыңызда балаларға үйретіңіз. Бір нәрсе істейсіз, содан кейін барып қоғам өзгереді. Ал біз бір орында тұрып, қоғам неге өзгермейді, неге өзгермейді, неге өзгермейді деп айтамыз. Сондықтан да менің жолым ол түк болмаса Маса болу. Ахмет атамыз сияқты. Рахмет. Өте керемет. Тағы да бір сұрақтарыңыз бар? Елман. Сәлеметсіз бе? Алматсың. Сізді көріп отқаныма өте қатты қуаныштымын. Негізі сіз қандай оқу орнын бітіргенсіз? Мен Ұлттық өнер академиясын бітіргем, кино және телевизия факультеті. Сол жердің магистратурасын бітірдім және. Өте талантты, жан-жақты жансыз. Рахмет сізге. Сіздер де сондай болыңыздар. Көп рахмет. Тағы да бір шапалақ ұрып қойыңыздар. Ан жақта бір сұрақ қойсам деп.
Саламатсыз ба, Мақпал Жұмабай ханым. Мен сізді алғаш рет Нұржан Еркінұлының подкастында көргендігім. Сосын мен ойлаған тұғым, мынандай адамдар да бар екен ғой депші. Сол сіз айтып жатсыз ғой, біздің интеллигенцияны тану керек деген сияқтышы. И адамдар тек көңіл көтеру үшін немесе мұңайған кезде ғана іздейді. Мен де сондай адам, мен көңіл көтерген кезде емес, мен мұңайған кезде прям мұңды өлеңдер қойып, Мейірімбек Бесбаев мұздардың мұңды өлеңдерін қойып, жылап сондай күшті бір қиял болып солай не істеймін, қайғырамын, сондай қайғырған кезде ғана іздеймін. Сосын бір рухани қарынның ашуы болады. Сол кезде сондай подкасттарды қарап өзіме рухани азық аламын да. Сол үшін сіздің негізі менде сұрақ жоқ. Жай ғана сіздің өнеріңіз өрге жүзе берсін деймін, танымал бола беріңіз деп айта аламын. Және де сіздей адамдардың барын білгенін қалаймын. және де сіздің әйел кісі екеніңіз маған өте үлкен рол модел бола алады. Себебі андай қоғамда және де дамып жатқан интеллигенцияда көбісі ер адамдар сияқты болып көрінеді да, и әйел адамдардың дауысы аз болып көрінеді, және де өткенде дөпсөз деп. Қазір сіз қандай әйел адамдарды атай аласыз деген кезде танымал, и көбісі әйел адамдардың атын атай алмай қалады да. Сіздің атыңызды атау керек деп ойлаймын. Өте үлкен жұмыстар жасап атқарып жатыр екенсіз. Өнеріңіз өрге жүзсін. Сіз үлкен мен үшін рол моделсіз, өте үлкен мықты адамсыз, креаторсыз. Рахмет сізге үлкен. Қазақтың мықты қыздары көбейсін. Бұл жерде де аудиторияда қыздар көп. Кеше бізде Түркістанда 98% қыздар болды. Сондықтан да алдағы уақытта көбейеді олар. Мен сыйлығымды күтіп тұрмын.